Сәлем достарым. Әй, жат, үрме. Сәлем достарым, қараша айының ортасы. Жаңбырдың тоқтағанына 2 күн болды, мындай күн жарқырап шығып тұр. Бүгін жүзімдерді жабамыз. Қысқа дайындап жабамыз. Біздің енді жабуға дайындап қойған жүзіміміз. Мұнда көріп тұрсаңыздар, мындай артық бұтақтары алынды. Артық бұтақтарын бәрі алынып, жабуға дайын тұр. Енді бұны бұлай ішіне жатқызамыз да. Опалубканың ішіне жатқызып, бұлай осылай. Бетіне бір жабын төсейміз да. Сөйтіп, опалубканың бетін жауып тастаймыз. Сонымен бітті. Мінекей достар, бұлай бәрін бір бумаға жинап жатырмыз қазір. Осылай. Жапырақтардан, ескі жапырақтардан тазартып тастадық. Себебі ол ескі жапырақтар қаншама микроб алып кетеді, аурулар алып кетеді сондай. Осылай бір бумаға үйеміз да. Міне достар, жабын дегеніміз мынау. Неше түрлі матрас, палас, үйде ескі не зат бар, бәрін алып осыған жабамыз. Есесіне кішкене де болса жылу беріп тұрады. Мына өсімдіктің бойында өзінің жылуы бар ғой, соны сақтап тұрады. Осылай жабамыз. Қазір жабындарды жалпы түгел осындай жабынмен жауып шығамыз ғой. Міне достар, жүзімдердің бәрін осылай жауып шықтық. Мінекей, қарап тұрсаңыздар, бұл жерде не жоқ бәрі бар. Ане арғы жағы, арқа болып кететін. Енді осылардың бетін жабамыз. Мынау жатқан резиналармен. Бізде мынандай резина бар. Жазда бұл өзі осындай дорожка болады мына жерге. Ал қыста жүзімге жабын болады. Достар. Жалпы бұндай резина жоқ болса, линолеум бар ғой, сонымен де жаба беруге болады. Ең бастысы мұнда төбесіне су ақпаса болды. Жүзім көктемде ашқан кезде құп-құрғақ болып тұру керек. Солай. Мінекей достар, біздің 3 жыл бойғы жүзім жабу тәсіліміз осылай. Жүзімді жерге көмбейміз, осылай опалубка орнатып, сосын мынандай артық бұтақтарын алып тастаймыз жабар алдында. Содан кейін жаңағы бетіне жабын жабамыз да. Сөйтіп опалубканың бетін осылай резинке дорожкаларменен жаба саламыз. Міне мысалға мына жерде линолеум, ескі линолеум тұр. Ең бастысы жүзім құрғақ, келесі көктемге дейін су өтпеген құрғақ болып тұрса болғаны. Сол достар, ал енді жүзімнің берген жемістерін мен осы арнаға салғанмын.
жүзімдеріміз біздің осындай тәсілмен жабылады жылда. Соны көрсетейін дегем. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен Айнұрдың саяжайы, Айнұр YouTube арнасында осы каналға жазылып қойыңыздар.